білетіндер бар ма? Қолдарыңызды көтерсеңіздер. Рахмет, мен жобама білесіздер ме? Ерте деген сөзді естігенде тұла бойымен жылеп, құдды бір ғажайыптар дүниесіне сапар шегіп бара жатқандай сезінемін өзімді. Себебі бұл сөздерді мен нар әжемнен, дара әжемнен, дәрі әжемнен, әз әжемнен ғана еститінмін. Құлағымның құршын ертесімен қандыруға тырысқан дана әжем, дара абайдың зере әжесінен, шоқтығы биік шоқанның айғаным әжесінен кем тәрбие бермеді. Сондықтан әжем мен үшін биік шын. Ендеше әжем бақылық болған бетте. Мен том ертегі кітабында жоғалтып алғандай сезіндім өзімді. Ойын басайын деп бірнеше ертегі кітаптарын оқыдым. Алайда ойым жүзеге аспады. Бірде кітапханаға барғанда үстелісіне бет ашып кітаптарын біреу оқып жатып, ұмыт кеткен-ау деген оймен орнына қоя берген сәтте, ертексіз өскен бала рухани мүгедек адам. Біздің қазіргі балаларымызға әкелері, не шешелері ертегі айтып бермейді. Баланың көкірегі керем болып қалмаса деп қорқамын.